жақында 8 наурыз болды. Ой, инстаграмды қарасаңыздар бар ғой. Қазіргі жігіттерде вообще бар ғой. Әйел жанды айтасыздар. Әйелдер десе өліп баратыр бар ғой. Мамажан болмаса да әйел жан. Ана әйелдер көзін ұйқыдан ашпас бұрын алдына бүткіл дайындап тұрады ғой бар ғой. Да, ол сюрприз. Бұрын әкелеріміз құттықтады ма аналарымызды? Олардың құттықтағаны қызық еді ғой папындардың. Мамаң бетіне қарап отырады. Бүгін празднигің екен ғой. Рахмет әйтеуір ұмытып кетпегеніңе дейді. Сонда папамыздың айтатын сөзі ғой, бір жартың бар ма әкеше жуып жіберейік деп жаңа. Наоборот өзінен сұрап жатады ғой, бірдеңе бере ме десең. Қазіргі жігіттер, ой, әйелдер десе кәдімгі өліп баратыр бар ғой. Қазіргі жігіттер, мысалы үшін мен сіздерге айтайын, даже телефонға да әйелдің атын жай жазып қоймайды. Гүлсім болса гүлсім дей салмайды. Кәдімгідей Гүлсімка, любимая, жаным деп жазып қояды қазір. Қазіргі жастар кәдімгі жаным деп сөйлейді. Ана жанын шығарып жіберген ғой, қайтсын енді жаңағы. Өзінен өз шығып кетіп жатыр да ана сөз аузынан жаным деп жағды. Қазіргі жігіттер кәдімгі байқайсыздар ма? Қазір өздерінен де бар. Мен сіздерге айтайын, ана маған күйеуге шықшы дегенде қазір бір тізеге тұрып бүйтіп кәдімгі осылай айтатын болыпты кәдімгі. Кезінде қазақ дей ханның алдына осылай барған ғой. Қазір уже әйелдің алдына сөйтіп баратын болды уже. Уже үйленбей жатып өзін бір сат төмен ұстап тұрды. Ана уже үстінен қарап тұрған ағам бар ғой. Да, қазір кәдімгі осылай маған күйеуге шықшы дейді да осы күйі бір аяғы көтерілмей кетеді өмір бақи бар. Бұрын әкелеріміз қандай? Ой, бұрын әкелеріміз балаға қарап атаған еркек көрмейсің ғой. Бір заман сондай болды ба? Сонда қазақ бар ғой, мамаң 5 баламен алысып атса да, папаң сыртынан қарап отыратын спокойно. Біреуін емізіп атады, біреуін бұтына қысып отырады жаңағы. Біреу кетіп атса шақырып жұлып алады. Жоқ, папаң сыртынан қарап отырады. Как будто мамаңды 5 баласымен алған секілді бар ғой. Біреу өзінің баласы емес сияқты. Қазіргі жігіттер ондай емес, молодцы. Қазір бар ғой, ой, әйелдер деген. Ана жақында поликлиникаға бардым. Сіздерге айтып берейін, саған бұрын очеркта әйел адамдар отыратын, қазір жігіттер отыратын болыпты. Очеркта уже кәдімгі бір балдан ұстап алған, көздері бақырайып отыр. Әйелдер қазір очеркта отырмайды, олар инстаграмда отырады. Да. Қолына сумочкасын ұстап алған, бүйтіп отырады. Кто последний вы, да, деп кәдімгі балам. Әйелдер ан жақта соболь шубасын киіп алған, телефонмен кәдімгі, что, не наш очерк еще? Нет, ладно деп. Өзімен өзі, я, сейчас, дорогая деп кәдімгі. Бұрын ой әкелеріміз жоқ, ондай болған жоқ. Еркектер қазір машинаға отырса да мен байқаймын, әйелдерінің жағдайын ойлап батады. Мен бір досым бар, жақында машинасын алдында отырғам, артында әйел отыр. Сонда мен қал жағдайым сұрап атқан жоқ. Әйелінің қал жағдайын сұрап өліп баратыр ғой кәдімгі. Нормально, не жарко, не дует, душно. Ашайын ба терезені, жабайын ба терезені, төбесінен күн түсіп тұрмады. Анау артында отырып алған жағы, да, чуть-чуть терезені жапшы, чуть-чуть көтерші, чуть нағылшы. Мен алдап отырмын, мен нағып тұрған жоқ қой сонда. Сиденияны алға қарай итерші, аяғым қыстырылсып отыр деді ғой. Сонда мен отырмын, маған қарап тұрған жоқ, алдыда мен лавабойға жабысып тастады ғой жағы. Үндеген жоқ, құрсын сол тыныш болса екен, артындағы бар ғой деп. Бұрын әкелеріміз машинаға отырған кезде, ойбай ай, артына да қарамайтын еді ғой. Машина есік жабылса болды. Ол кірді ма, шығып кетті ма, алады да жүріп кетеді болды. Еще климат контрольда жоқ қой, өз темекіні бір құлатып кетеді машина ішінде. Артта мамаң отыр ау деген шаруасы жоқ. Бірдеңе десе түсіп қалады ғой, демей отыра береді мамаларымыз. Бұрын машинаның іші былай тұрсын, үйдің ішінде темек тартып отыратын еді ғой. Сондай заман болды. Білмеймін, біздің үйде сондай ма әйтеуір, бәрі сондай болды ма? Қонақтық болғанда вообще көк тұтын қойдың іші бір-бірін таппай жүретін еді. Қазір сен үйге темек тартып көр, үй былай тұрсын, қазір подъезге темек тарта алмайсың. Қазір даже есік алдына шығып далада тұрып темек тартып тұрсаң, бучогын қайда тастарын білмей жек қойғың келіп тұрады қайтадан бір. Бұрын қандай еркектер болған. Сондықтан да мына көрдіңіздер ме? Қазір мен айтып жатқаным, қазір даже автобусқа отырса да жігіттер молодцы. Мен бір ой жоқ, сендер жігіттер ондай емессіңдер деп атқан жоқпын. Әйелін сыйлаған дұрыс қой. Автобусқа отырса да өзіне орын таппаса да әйеліне орын тауып беріп, садись, дорогая деп, баланы қолына беріп, қарап тұрмайды, баланы ойнатып тұрады. Баласы ұйықтап қалса әйеліне көшеді. Екеуін ұйықтатып барып тынышталады ғой әйтеуір. Бұрын еркектер қандай болды ағаларымыз. Автобусқа отырған жоқ, өзі отырды ғой. Ауыл мен ауданның ортасында бір автобус қатынайды. Еркектер артқа отырып алады, мамаларымыз алды отырады. Сонда бала жылап жатса бағу жоқ қой. Артта отырып жұртпен бірге жыны келіп отырады ғой. Алсайшы ана баланы деп. Неғылды үшін құрсын жылап жатқан балаға мен неғылдайын деп. Біреудің баласы жылап жатса соны жұбатып отырады. Өзінің бала жылап жатқан шаруасы жоқ. Сол аналарымыз міне бүгін осы залда отыр. Қандай міне кезінде 90-шы жылдарда қиыншылықты көрдіңіздер. Одан ары қарай әжелеріміз міне соғыс уақытында қиыншылықтар. Енді әкелерімізді мен қазір жас жігіттерге бір әйеліңнен қорқасын деп тұрғаным жоқ. Негізі
просто ананы да сыйлайық деп тұрмын, ананы да сыйлайық. Біз қазір көп жігіттер үйге кіреді, ата-анасына суық амандасып жатады, папасы болсын, мамасы болсын, қалайсыңдар деп. Жақсымыз десе, а мына жақта әйеліне іш бауыры езіліп, подарканы тығып беріп, әйелін еркелетіп, жаным, деп сол тыныш болса болды ғой, ты что? Шал мен кемпір не істейді, қайда барады деген ой ғой, мынау енді бір жаным деді. Жоқ, әйеліңді еркелет, әйеліңді сыйла, бірақ ата-ананы еркелетейік. Ол кісілерді еркелеткен жақсы көріп тұрады, ол қыздарының. Ол кісілерге де сыйлық беріп, жаным, папа, мама, деп қойсаң, ол кісілерге одан асқан подарка жоқ, одан асқан рахат, сыйлық жоқ. Жаным деп жүрген бір күн жаныңнан кетіп қалуы мүмкін, ал анаң жаныңнан ешқашан кетпейді, осыны ұмытпайық.